Ассалаумалейкум достар, қазір сіздермен бірге Mafia Play. Біз бүгін Roblox ойнайтын боламыз. Roblox'тан шаурма аномалия ма сондай бір ойын бар екен, сондай ойын ойнайтын боламыз. Қалайсыздар, өздеріңіз жақсысыздар ма, саған қамадыздар ма? Мені видеоға лайк басып отырамыз, каналға тіркеліп отырамыз, колокольчик басып отырамыз. YouTube каналда 10 подписчик болатын болса, мен компьютер сатып алатын боламын. И сол компьютердің ойындарын ойнайтын боламыз бәріміз бірге. Сіздер ойын айтасыздар, мынандай ойын ойнадым. Мен сол ойынды ойнап өтетін боламын. Сюжетный хоррор ойындарды, RDR тағандай ойындар бар, сюжетный ма сондай, мысалы да сондай ойындарды ойнайтын боламыз бірге. Веб-камера алып түрімді көрсетіп, бұл жолы кәдімгі. Ол үшін не болған? YouTube каналға 10 000 подписчик керекті. Ебать, ана айға қарасай. Так что біз бастаймыз, көзсізбай. Приятного просмотра. Так, не дейді? Бесконечный режим истории дейді. Режим истории. Бұл жерде мен түсінуім бойынша, короче, аномалия там, туда-сюда сондай бірдеңелер болады. Короткая смена. Аномалия сондай. Аномалия деген жалпы не ол? Өзгеріс па сондай бірдеңе ол? Сюжетін оқиық бұның режим истории. В общем, историясын оқимыз. Новые аномалии и клиенты. +6 дейді. Оқып үлгермедік. Так, басталды, аха. Нажмите Q, чтобы разблокировать мышь дейді. Ебать, мен телефонна ойнап тұрмын, қандай Q? Эффект. Нет, я не человек. Включить низкие настройки. Низкий настройки. Низкий настройка, мano. Высокий, низкий. Высокий дотроишься. Выключить подсказки дейді. Эффект VHS. Что за VHS? Не өзгерді сонда? Ебать, арвате не тұры, ебать. Стена ма, не ну? Тотакан эффект. Бопты эффект. Выключить это. Эффект нет, я не человек, включить. На у нее болды. Нет, я не человек, эффект дейді. Допустим, мияқта магазинде так не бар. Магазинде показать аномалию дейді. Призыв аномалий. Обслуживание, обслуживай, стоп, двигайся дейді. Жазып отырық қой. Кімге жазып? Мен тұр екен ғой, неқы жазып отырмын бәсі. Now, улучшение смены дейді. Показать аномалию дейді. Аха. Так, кеттік біз онда бастайық. Бұл ойында қазір клиенттер келеді бізге. Клиенттер ебать қоны квартира. Клиенттер келген кезде типа обслуживать етеміз да, и не то клиент келсе, короче, біз нені жауып қоямыз. Добро пожаловать на вашу ночную смену в киоске с шаурмой. Давайте начнем с основ дейді. Шаг первый. Включи гриль. Клиенты просто обожают горячую шаурму дейді. Отлично, теперь открой окошко, пусть все видят, что ты готов. Перед обслуживанием обязательно прочитай правила безопасности, они также дружелюбные, почти как мы. Добро пожаловать на ночную смену, сохраняй спокойствие и строго следуй правилам. Ага, если заходит улыбающийся клиент, подай ему банку газировки. Ага, влажный, шевелящийся сверток, который он тебе отдаст, должен остаться запечатанным под прилавком. Он түсінбедім. Каждый пятый вечер около 2 ночи подъедет машина без водителя дейді. Ага, это инспекция. Немедленно выходи через заднюю дверь. Никогда не смотри на шаурмячную во время инспекции. Никогда дейді. Ага, түсіндім бұны. Если мясо на вертеле начнет пульсировать и стонать, выключи гриль и уходи дейді. Ага, не слушай голоса, исходящие из мяса, они просто хотят, чтобы ты остался дейді. Ага, если придет человек без лица, обслужи его, но ни в коем случае не смотри прямо на его лица дейді. Ага, некоторых клиентов обслуживать нельзя, немедленно закрой окно дейді. Ага,
В случае необычных или неизвестных аномалий действуйте в соответствии с обстоятельствами, оцените угрозы и примите самые разумные меры, дейді. Никогда не открывайте дверь без необходимости, всегда сначала проверяйте аномальных клиентов по камерам. Ваша смена длится от 22 сағат вечера до 7 часов утра, дейді. Аха, түсіндім, қайшадың одан. О, долбоеб, ассалаумалейкум, қайсың? Не жарт его, мне нравится, когда он мягкий, дейді. Хорошо, это будет 150 тенге. Жақсы, 150 тенге уат сізден. Короче, бізге не дейді бұл? Бізге не жар дей ма, короче, ыстып жерме дей ма, сондай бірдеңе деп жатыр. Так, аха. Бұны я мен алдын бір рет ойнағам, бірақ соны да әлі жақсы түсінбедім бұны қалай ойнайтын ше. Чё почем, правиласын әлі түсінбедім мен бұны ше. Добавьте мясо дейді. Аха, міне. Аха, біз ет таяқ толтырып жатырмыз. Тота пятничный вечер, түнгі 2-де машина келеді безлица. Сол кезде шаурмичныйға вообще қарамаймыз біз, Аха. Түсінікті. Оппа, мә. Держите. Отлично, как мне нравится. У меня есть предложение для вас. Клиент. Хотите ли вы поесть мои сопли за 1000? Долбоеби баны. Сыгыль, бля. Ох, это было бы мое самое легкие 1000. Долбоеб, бля, өзің кім деп санап тұрған? Долбоеб, бай. В общем, не деді анау айтпайын сендер. Мен мұрынбауымды жейсіңдер ма? 1000 ақша бересіңдер. И мұрынбауым жейсіңдер. Но жата ма аномалияға? Ой, дай мне одну шаурму большую, дейді. Қазір камерадан көрейік та біз. Долбоеб, түсінсің. Даусың не очень ғой? Я запомню вас, дейді. Вы еще пожалеете. Бірдеңе, короче. И сосын мен түсінген ночное видениені әлі түсінбедім мен сосын ше. Әлі түсінбедім. Так біз аша береміз, ана клиент кетті, Сағат қанша ол түнгі 2-де машина келеді деген сон. 11:50 кетті. Не дауыс? Кім анау? Быстро закрой окно. Хорошо? Жабылсай. Жабылсай. А че не болды ма? Включить. Выключить. Ебать, жабылсай тез. Нихуя жабылмайды, Допустим, онда кеттік. Есікті ашылмайды даланың. А бұл өзі сондай болады екен ғой, бәсеш. Жақындаған кезде ғана көреш, жабыла алмасындай бірдеңе. Клоун ғана, убийца клоун ба? Аяқтардан шықты ол, Біз шыққан жерден остановкадан ба, сондай бірдеңеден шықты. Так, кеңдер, тегін шаурма қабылдаймыз. О, мені қалайсың, самоцекан топ болып келатсың ғой, бауырым. Одну шаурму, пожалуйста, дай и сделай быстро, дейді. Все, сегодня кажется клиент сөйлеп отқан. Как будто мой мозг плывет. Просто сделай мне теплую. Смело, родной. Главное, сен аномалия болмасаң болды ғой. Аха. Тоқтат албай камераны көрейік та біз. Нормальныйсың ғой сен, Нормальный ғой, походу.
Походу нормально. Вот. И вот. И вот. Міне. Мә. Міне сіздің шаурмаңыз, сэр. Рахаттаныңыз. Хорошо дейді. Ыстықта жақсы сезінемін. Наконец-то я могу мыслить за себя. Өзім үшін ойлана аламын дейді, короче. Самооценкасы мықты екен, базар жоқ. Так, сағат неше болды бізде? 12:41 болды. О, бандит, ассалямалейкум, қалай жағдай? Йо, бір шаурма и газировка берсей маған дейді. Конечно, 200 теңге сізден. Тез, мақұлма, у меня уақытым жоқ дейміз, сондай бірдеңе деп отыр. Так, шаурма істейміз, так күте тұр, біз бұны тексеріп аламыз. Допустим, нормально. Начните с лаваша. Аха. Вот. Так, лаваштан кейін соус қоямыз, аха. Соустан кейін сыр ма, аха. Сырдан кейін салат, после ет, я. Аха, жатты алдым, мен ұжына. Мені? Сен біраз істеп атсың ғой. Өзім ақшаларымды алам ба обратно? Жоқ, кешіріңіз. Біздің ақша қайтармаймыз. Чё за правила, ереже, короче. Сіз өкінесіз әлі. Далбып, не ну? Камераны көрейік. Аяқта біз тұрмыз өзіміз. Сіз өкінесіз әлі дегеніне қарағанда. Ебать, көтіміз айратын сияқты анау, Ебать, мачо ғыну. Приготовьте это быстро. Без гриля, без лука. Сіз дайындаңдар, грильсіз. Ебать, долбоёб. Ебать. А гриль дождик-то, ебать, не уход. Ставня прямо у меня перед носом. Конечно, жабам. Налгым тұрған. Налгым тұрған. Түнгі 1:30 болды сағат. Ашам күте тұр. Болды, аштым. Кеш. Дала тыныш, но бірдеңе не то дейді. Не қаладыңыз? Бір шаурма и газировка. Нужно что-нибудь жылтатын бірдеңе керек болып тұр ғой маған. 200 теңге болады, жылтатын бірдеңе дейсің ба? Болды ғой, айтсаң сұра. Ебать. Похо, қорқпаймыз ғой біз. Нан жылту керек болып тұр ғой, жылтатын бірдеңе керек болып тұр ма сізге? Болды, айтсаңыз болды, жылтып берем ғой сізді, қарындас. Болды, жылтып бердік, короче. Машина без лица деді ма, қандай? Нияқтағы біреу тұрды, далбып. Тоқта. Кет мына қызды обслуживать етек, камераны көріп. Аха, нормально науғыз. Жылататын бірдеңе керек бұл. Мені. Далбы редко забойым. Мені сіздің шаурмаңыз, енді газировкаңыз. Рахмет дейді. Если на вечером вы слышите стук, не открывайте дверь. Қайырлы түн. Егер есіктің тағылдатқан естісеңіз, ашпаңыз есікті дейді ешкімге. Далбы банка түнгі 2 болса, есікті тағылдатса, не істеймін сонан шаурма ішінде қалам ба, нах? Пидес тупикке кіріп кетіп қаламыз, ұшын мені. А чё не апшым келмей атыр? Ой, бля, не үшін шықтым мен?
Міне қазір қарап түнгі 2 болады қазір. 56 болып тұр, ә? Елу сегіз. Оны далада тұра берекпіз. Келді ма машина? Келді ма машина? Ой, долбоёб, блядь. Бля. Ебать, түсіп қойдым ғой. Бір шаурма тез істеңізші дейді. Как тоже камерада көрдім. Мен кешігіп жатырмын жұмысқа дейді. Ұзақ жұмыс істедіңіз ба дедім. Аха, бастығым короче көп жұмыс өткізіп қойды дейді. Үйге барарда тез тамақ жеп алайынмын дейді. Болды саған сәпірік шаурма. Не ол? Газировка болды ма? Так, аха. Тоқта есікті ашып қоя саламыз ба, или жақтыра берсін ба? Бұл ет жоқ қой бізде. Аджо түнгі 2 болмады әлі. Добавьте соус мені. Мені сыр. Бәрі нормально ғой сенде, неғып түрің качокский болып тұр сен. Беттерің накачанный болып тұр ғой кәдімгі. Так, газировка еще, я? Мені. Saat 2 oldu. 2 oldu saat. Жап сесікті. Келе ма келмей ма машина? Ән келіп жатыр. Келді. Қарамаймыз. Болды. Аха, болды кетті, аха. Има бір жет контракт етіп садым одан. Всегда салып қала берді, неміш? Так, зарплата $900 дейді. Работник. Зарплата $400 дейді. Мына сонда осы сервердегі адамдардың ақша тапқандарын айтып отыр ма? Пока что ешкім жоқ. Я 1 минут. Аха. Бір шаурма өтініш дейді. Кешкі тамақ па дедім. Я, мен үшін балаларым уже тамақ жеп алды, мен жемедім. Бүгіннен кейін күшім жоқ, короче, тамақ жасауға дейді. Аха. Нормальсың сен? Окей, бопты, саған шаурмаңды берейік. Уже ақ қойдық біз, аха. Так, сенде көзің, түрің бәрі бар. Стаңыз, екіліп тұрған жоқсың сен. Рахмет. Мен зато қарным ашып жатпайды дейді, көрече. Енді қарным ашып жатпайды дегенде бұл тұр, көресіңдер ма? Кейіндер, тегін лаваш болып тұр.
Тегін емес 150 уақыт теңге, ё-моё. Ооо. Evet, bir şaurma өтініш. 150 теңге болады. Зор, рахмет. Уже иіс әдемі шығып жатыр дейді. Болды, айтсаң болды. Жан, бұрылап ашпасаң. Болды. Ешкім көрмеді. Камерадан өшіре саламыз, ешкім көрмейді сосын. Так, камераны бірінші көреміз. Далбөп, мен көрдім ғой артта ешкім жоқ қой. Далбөп? Пошел нахуй, саған бермеймін мен. Фуй, блях, не үшін оған жапсыздым мен? Шынымен ба? Мен осы жолды осы үшін естедім ба? Терезеден жауып қоясыңдар, менің дәл алдымда дық қояды. Жылай бермей кетсе бар, зато... Я солай үшін. Так, камерадан не болып атырын бізді? Болды. Тегін шаурма. Исуа, ой, блядь, қорқып қалдым одан, ебать, нахуй, долбоеб ебан. Малсың? Сен бағасың ба, қызсың ба өз? Ебать, қара, бірдеңе көрдім мен. На артында қара. Ебать, біздің потолокты қара енді. Короче, осы жерден біз видеоны аяқтаймыз. Ең қызық жерінен. Деп айтады ойланырмын, кеткен потолокты бір көрейік анан. Ина есік терезен жаба салайық біз. Ой! Терезен бір жауымыз, осымен біз видеомызды аяқтаймыз, я. Алдында айтқан тұғым 18-23 минуттың арасына анал болады видео деп, қысқа болады дедім. Қысқа болады дедім. Егер видео ұнаса, видеоға лайк басып кетеміз, каналға тіркелеміз, колокольчик басамыз. И YouTube каналда менде оның подписчик жиналатын болса, мен уже компьютер сатып аламын, веб-камера алам, түрінді көрсететін боламын, хоррор ойындарды ойнайтын боламыз бірге. Сіздер ойын айтасыздар, мынандай ойын ойна деп, мен болсам сол ойынды ойнаймын, и обязательно жібі өтетін боламын мен дегендей. Мысалы, RDR, GTA, хоррор тағы қандай ойындар бар. Одни из нас дегендей сияқты ғой, короче, в общем, өздеріңіз айта бересіздер ғой. Так что каналға тіркеліп отырыңыздар. Давайте.